Сәлем бердік. Бұл мен Каздок. Каздок студия арнасына қош келдіңіздер. Олттар мені Казах ТВ деп біледі, ал нағыз фанаттар менің Қуатжан екенімді біледі. Бұл видеоблогта осы арнада болашақта не болатынын туралы айтамын. Мен проекттарымды үш кезеңге бөлгім келеді. Яғни, бірінші кішкентай, екінші орташа, ал үшінші үлкен проект. Алдымен кішкентайдан бастайын. Кішкентай проекттар олар YouTube Shorts пен TikTokқа арналған қысқа метражды видеолар мен комикстар аудармалар шығады. Pixie және Brutus, жеткіншек Азриэл деген сияқты. Бұлардың қатарына Brawl Stars видеолар шығады. Ортаңғы проекттер олар аударылған каверлар және де 5-15 минутты анимационды аудармалар. Каверлардан жаңа Mania және де Undertale to the Bone жақын арада шығады. Ал анимациялардан шынайы Undertale және де Металлистар отбасы деген проекттарды қазақшаға аударатын боламын. Ал үлкен проекттарға қарайтын болсақ, бұл жерде 20-22 минуттық мультисериалдар аударылатын болады. Қазіргі таңда таңғажайып цифрлық циркті аударудамыз. Және де Лака Дейзи, бұнымен қатар алдыда әлі Тозақ бастығы, Хазбен қонақ үйін және де аниме жобаларын толық аударамын. Жалғыз дыбыстарын ғана емес, опенинг, эндингтарын қоса аударатын боламыз. Қандай анимеден бастайтынымызды айтпай қояйын. Өкінішке орай олардың толық нұсқаларын YouTube'қа сала алмаймын, авторлық құқық үшін. Бірақ та трейлер ретінде қысқа нұсқаларын салып тұрамын. Ал анименің толық нұсқасын одан кейін Хазбин, Бусти және Telegram арнасына салатын боламын. Көмек үшін созамын десеңдер, сипаттаманың астында қолдау көрсетуге болады. Және де тағы да айта келе, мен сонымен қатар екінші арнаны ашайын деп отырмын. Озвучарики деп аталады. Мұнда мен орыс тілінде неше түрлі комедиялық переозвучкалар саламын. Арасында шала қазақша болуы мүмкін. Сол арна шыққан кезде қарап қызыға кетсеңдер болады. Бара айтарым осы. Мені осы уақыт бойы қызыға қолдау көрсеткендеріңе көп рахмет. Сендер барлықтарың кереметсіңдер. Енді бұл жоспарларым орындалса деп тілеймін. Ендігі кезек мен жоғалмаймын, ал мен видеоны аяқтайын. Видеоны аса лайк қойып, пікірлеріңді қалдырып, осы арнаға жазылып кетіңдер. Және де Telegram арнама жазылып кетіңдер, себебі бұл жерде мен анонстарымды алдын ала жариялаймын. Және де сендермен сөйлесемін. Сонымен сендермен мен Каздок, жаңа жылдарыңмен достар. Сендер күштісіңдер.